Ассаламу алейкум арнамыздың құрметті көрермендері. Көктемнің шуағы төгіліп, көк аспан мен жер ана қайта табысқанда, қазақ даласына Наурыз мейрамы келеді. Бұл жаңа күн, жаңа үміт, жаңа тыныс. Сізбен бірге мен Дәурен Қанатбекұлы. Туып өскен киелі мекенім Жамбыл облысы Талас ауданы Майтөбе ауылындағы Наурыз думанына сапар шегемін. Дәстүр мен руханияттың, ұлттық болмыс пен ағайынның бірлігі тоғысқан ерекше сәттерді бірге тамашалайтын боламыз. Бұл жолғы сапар мен үшін ерекше. Өйткені мені Майтөбе ауылындағы туған туыстарым Наурыз мейрамына арнайы шақырды. Бала күнгі естеліктер, таныс жүздер, ұлттық дәстүрге толы думанды той, бәрі осы видеода. Айтпақшы, көпшілігіңіз арнамдағы видеоларды тамашалап жатқандарыңызды байқап жүрмін. Рахмет. Бірақ тіркелуді ұмытып кететіндер де бар екен. Достар, сіздердің әрбір лайк, пікір, жазылымыңыз маған шабыт әрі қолдау. Егер бұл видео көңілдеріңізден шықса, арнама жазылып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Арнаның сілтемесін әлеуметтік желілерде таратыңыз. Осылайша қазақтың ұлттық мейрамын, ауылдың көркем келбетін көпшілікке бірге танытайық. Мына бүгінгі келіп жеткен Наурыз мерекеміз құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса да жол болсын. Ұлыстан ұлысқа, Наурыздан Наурызға аман есен жете берейік. Күн мен түн теңеліп, табиғатпен бірге тіршілікте ояна бастағанда, ұлыстың ұлы күні Наурыз келеді. Бұл жай ғана мейрам емес, бұл ғасырлар қойнауынан жеткен түркі халықтарының ең ежелгі жаңа жылы. Наурыз басты тілінде жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Бұл күнді ата-бабаларымыз көктемнің, берекенің, бірліктің, мейірім мен мерекенің символы деп қабылдаған. Ежелгі заманда халқымыз бұл күнді жаңа өмірдің бастауы деп сеніп, ренжіскендер татуласып, араздар қайта табысқан. Наурыз көше таратылып, әр үйде ақ тілектер айтылып, ұлттық ойындар мен ән-жыр жаңғырып тұрған. Бүгінгі видеомда мен сіздерді дәл осындай шынайы атмосферамен қауыштырмақпын. Өйткені Майтөбе ауылындағы Наурыздың нағыз рухы әлі де сақталған. Bak konup basımıza, bak devlet konsun ise, Şar bolsak kanday жақсы, Mar bolsak kanday жақсы, Mar bolsak kanday жақсы. Кездесу себеп болып, той думан кенет болып, жүздесу қандай жақсы, жақындар себеп болып, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын.
Наурыз көже бұл жай ғана тағам емес, бұл тұтас бір философия. 7 түрлі дәмнен жасалатын бұл көже ежелден халқымыздың береке мен молшылықтың нышаны деп қабылдаған қасиетті асы. Құрамында сүр ет, бидай, тары, күріш, май, су, тұз бәрі де өмірдің әр түрлі дәмін бейнелейді. Ежелгі түркі халықтары көктем келгенде осы көжені дайындап ағайын туысқа таратып бір-біріне ақ тілек айтқан. Әр дәні үміт, әр жұтымы жақсылықтың бастамасы. Бірақ бұл жолымен көзім қысып камерамды асыға дайындап кадр артында тамсанып жүрсем де, сол көжеден ауыз тисем бе деп арманыма жете алмай қалдым. Себебі биылғы Наурыз мейрамы қасиетті Рамазан айымен қатар келді. Ал мен оразадамын. Жеген жандар тамсанып, Дәурен көжеде тамаша болыпты деп қойып жатты. Ал мен тек иісін иіскеп видеоны түсірумен болдым. Вақытыма орай ауылдағы кең пейіл жеңгелерім кешке ауызашарға ішесің деп көжені әдемі шыны ыдысқа құйып қолыма ұстатып жіберді. Көжені ғана емес, көңілімді жылытып жіберді десем артық айтқан болмаспын. Ал мына барлықтарыңызды Наурыз мерекесімен, жаңа жылымызбен келген шын жүректен құттықтаймын. Наурызда ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, әрбір отбасында, әрбір шаңырақтарында тек қана жақсылық болсын, береке болсын, ынтымақ болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға Наурыздан Наурызға аман-есен жетуімізді Алла нәсіп етсін. Наурыз құтты болсын. Осы Наурыз мейрамында ауылдың жас өнерпаз күйшілерінің осы мейрамға арнап тартқан күйлерін сіздерге ұсынуды жөн көрдім. Наурыз бұл тек Наурыз көжемен киіз үй ғана емес, бұл ұрпақ тәрбиесі, рухани сабақтастық. Майтөбе ауылындағы Балауса балабақшасының ұжымы биылғы мейрамға ерекше дайындықпен келіпті. Балабақша десек те, олар бұл жолы халықты оятатын театрландырылған көріністер ойып, ұлттық салт дәстүрді сахна төріне шығарды. Кішкентай бүлдіршіндерден бастап, тәрбиешілерге дейін бәрі жанын салып, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Ал тойға жиналған халықтың қарасы көңіл қуантады. Ат шаптырым алаңға ағылған жұрттың көптігі мен шынайы шаттығы Наурыздың әлі де ел жадында мықтап сақталғанын көрсетіп тұр. Ұлыс оң, ақ мол болсын деген ниетпен басталған бұл мерекенің әр сәті нағыз қуаныш пен руханиятқа толы. Келесі видеомызда ауыл өнерпаздарының өнері жайлы болмақ. Барады ажарыңды, ана сенің өмірің ғажап үлгі. Өткен күнге отырсың шүкір айтып, отқа балап кешкен мұң азабыңды. Осы видеода ауыл жастарының биіне тәнті болдық.
Наурыз мерекесі құтты болсын. Армысыздар, құрметті қазақ елі. Біз Майтөбе ауылының келіндеріміз. Бүгін бізде Майтөбе ауылында жаңа жылымыз, әз наурызымыз өтіп жатыр. Біз келіндер сайысының қатысушыларымыз. Сіздерге жаңа жылда тек жақсылық тілейміз, әз наурызымыз құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Ұлыстың ұлы күні наурызымыз құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Наурыз құтты болсын. Наурыз тек думан мен дастархан ғана емес, нағыз ер азаматтың, шымыр жастың, шапшаң баланың бәсекеге түсетін мерекесі. Майтөбе төрінде бұл жолы да ауыл жігіттері білектің, күштің, жүректің жігерін көрсетті. Гір тасын аспанға атып, қол күресте қайысқан білектерден кім мықтыны анықтады. Ал балалар күресі тұнып тұрған ұлттық рух. Кішкентай балуандар белдесіп, жанкүйерлерді дүр сілкіндірді. Осы жарыстардың бәрі тек күш сынасу емес, ағайынның араласуы, көңілдің жарасуы наурыздың нағыз тірі атмосферасы. Ал енді шапшаңдық пен қатар шапқан сәт. Балалар арасындағы жаяу жарыс. Ауыл маңындағы кең далада жеңіс дәмін алғаш рет татып көрмек болған кішкентай жүйріктер сап түзеді. Басталған бойда аяқ киімі ұшып кеткендер, артына қарап жүгіргендер, тіпті мәреге жетпей-ақ қуаныштан секіріп кеткендер де болды. Бұл жарыс тек мәре мен медал үшін емес, балалықтың бал дәурені, мерекенің ең шынайы көрінісі үшін болды. Жүгірген жүрек тоқтамайды, наурызда өмір тек алға баса береді. Жарыс тартысты өтті, ал жеңіс лайықты есін тапты. Күннің шуағы мен халықтың ду қол шапалағы астында ауылда өткен марапаттау сәті нағыз мерекенің шарықтау шегі болды. Жеңімпаздарға мақтау қағаздары мен сыйлықтар табысталып, көпшіліктің қошеметіне бөленді. Кішкентай балуандар мен ересек білектілер, жүгірген жүйріктер мен тартқан мықтылар бәрі де сахна төрінде жарқырады. Бұл тек жүлде ғана емес, ауылды құн көтерген, достық пен бірліктің символына айналған шынайы құрмет. Мінекей, қасиетті наурыз мейрамындағы Майтөбенің қуанышын, ағайынның шаттығын, ұлттық рух пен салт дәстүрге толы думанды бірге өткердік. Бұл жай ғана видео емес, жүректегі сағыныш, ауылға деген махаббат, ата-баба аманатына құрмет. Егер бұл сапарымыз сізге де жылулық сыйлап, жүзіңізге күлкі ұялата алса, менің мақсатым орындалғаны. Құрметті көрермендер, арнама жазылып, лайк басып, жылы пікір қалдыру арқылы сіз де осы мерекенің бір бөлшегіне айналасыз. Дәурен Қанатбекұлы YouTube арнасының сілтемесін достарыңызбен бөлісіңіз. Наурыздың рухын бірге таратайық. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеоларында қайта қауышқанша Алла амандығын берсін. Аман болыңыздар ағайын.